Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар. Біздің Бесағаштамен тұратын үйде интернеттің скорості өте нашар. Связь да негізі онша емес. Сондықтан мен қазір Яланнан барып, усилитель сотовой связи деген сатып алдым 30 мың теңгеге. Соны қазір үйде қосып тест жасап көрем. Тест жасағанға дейін біздің үйдегі интернеттің скоростын қазір түсіріп алайық. Қазір біз интернеттің жылдамдығын измерять етеміз. Сол үшін Speed Test деген арнайы приложение бар. Басамыз. Қазір бізде үйдің ішінде интернеттің скоросты қандай болып тұр. Мынау негізі біздегі орташа көрсеткіш, бұдан жылдам болатын кездер болады, ол көбіне түнде. Қазір 1 мегабайтқа жетпей тұр интернеттің скоросты. Яғни төмен жаңағы. Загрузка сәл жоғарылау, бұл жүктеген кезде, ал анау жаңағы жіберіп атқан кездегі. Бұл осы өзі орташа осындай. Бұдан нашар болатын кездер болады мүлдем. Бұдан сәл жақсырақ кездер болады. Бұл көбіне түнде, түн ішінде. Мұны есептеп алдық. 0,59, 0,74. Құрметті достар, егер кімде осындай тәжірибе болды, орын алды, кім өзінің үйіне қойды, қандай өзгерістері болды, пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп, лүпіл басып, астына өздеріңіздің демеулеріңізді жазып қойсаңыздар, алғысым шексіз болады. Бұл жарнама емес, мен өзім Билайнды қолданам үйде. Біздің үйде Актив та бар, Билайн да бар, Алтел да бар. Менде өзімде осы Билайн связі, осылай қазір үйдің ішінде. Бұл терезенің алдында тұрған кезде. Мынау біздің ішкі бөлме, яғни қазір бұл кухня жақ. Бұл жерде даже сәл жақсырақ болып тұр. 1 мегабайтқа жақындады. Бірақ негізі сәл төмендеу. Все равно связь. Өте нашар деп айтса болады. Үйдің ішіне кухнядағы көрсеткіштер. Комплектіге не кіреді? Так, 10 метр кабель. Білмеймін мен қазір 10 метр жете ме, жетпей ме білмеймін. Мынау үйге қоятын приставкасы. Мынау негізгі бөлік. Бұл үйдің ішінде қабырғаға да тұрады. Мынаның ішінде қытайша жазылғанша жазылды. Қалай орнату керек екендігі жазылыпты. Ағылшынша жазылған. Ал мынау негізгі антенна. Бұны далаға орнату керек. Кронштейнмен. Қазір бұйырса үйдің төбесіне шығып орнатсақ деп ниеттеніп жатырмыз. На первое ощущение өте бір жеп-жеңіл, оншық несерьезный дүние сияқты. Ал енді мына базасы әжептеуір салмақты дүние екен. Салмақты кәдімгі. Ал енді установканы бастадық. Установка жасау үшін үйдің шатырына шығуға тура керек болды. Қазір шықтық. Енді 2020 жыл карантинде шыққам осындай уақытта. Мінекей 3 жылдан кейін тағы шығыптым бұл жолы интернет жасау үшін. Енді Алла насіп етсе бұйырса, көреміз қалай болатын. Жерде біраз біздің фотоотығының кабельдері шіріп кетіп, соны қарап көріп отырып. Ауыстыру керек сияқты. Анау отаутығының несі болып тұрсырма, соған бекітейін деп тұрмын, бірақ кабелім жетпей тұр. 10 метрлік кабель екен, жетпей қалатын сияқты. Достар, отаутығының астына осылай орнаттым. Анау жақты қарасаңыздар, әне вышка көрініп тұр. Вышкаға ровно направить етіп қойдым. Міндетті түрде ровно қарап тұру керек екен ол. Енді бұйырса үйге қосып көреміз. Егер сіздерге түсірілген видео қызық болып жатса, астына пікірлеріңізді жазыңыздар. Біздің каналды демеп қойыңыздар. Және лүпіл, подписка деген нәрселер бар, соларды істеп қойсаңыздар. Қазақтар дамиықта. Мен антеннаны орнатқан жердегі үйдің үстіндегі интернеттің скоросты. Бір қарап жүрейік. Ал, бісміллә. 2 мегабайт тұрып тұр. Бір жарымнан явно асып тұр. Ақырындап соңынан қарай түсті. Но бірақ басында 2 мегабайт спокойно ұрды. 1,40. Ал отдача, загрузка 2,74. Так, рекламаға қолым тиіп кетті. Мына жерде көрініп тұрған шығар сіздерге.
Скачать 1.40, загрузка 2-де 74. Енді қазір үйге барып қосып көреміз бұйырса. Үйдің шатырының үстінде тұрып сіздерге бір панорама жасап жіберейін. Жан жақтан бәрін қараңыздар. Қандай кең жазира. Мына тау. Ар жағында Алатау, ана жақта Табаган, ар жағында Лесная сказка. Кеп тұрған жерлер барлығы. Бесағаш, ар жақ Алматы, ане аэропорт. Тұзды бастау. Башымасына жер. Күшті, Так, бауырлар бұлай орнатылды. Үйдегі антенна. Терезені бай тесіп бүйтіп шығардым. Қостым барлығын. Дисплейді міне барлығы қосылып тұр. Енді қазір тест жасаймыз. Бағанағы тестпен салыстырамыз. Сеть қалай болып тұр екен. Қосып істеп көреміз, өшіріп істеп көреміз. Өзгеріс бар ма, жоқ па білмеймін. 4G деп көрсетіп тұр. Тестті қосамыз начать. Бисмилlah. Нөл қойнаушы. 0 эмоций. Загрузка вообще болмай жатыр даже. Менде примерно үйде осындай. Интернет менде үйде осындай. Ошибка даже. Енді өшіріп тастап көреміз. Көздеріңізше суырып тастадым. Өшті. Енді тест жасаймыз. Кері әсер ететін сияқты ма? Жоқ, 0 ғой, 0. Яғни ешқандай бір эффект болып тұрған жоқ. Тура жаңағы әңгіме. 0 ғой, 0. Алматының түбіндегі Бесағаш ауылындағы біздің жағдай осындай. Мынау енді 6L, мен келіншегімнің телефоны қазір бізде жаңағы усилитель өшіп тұр. Бисмилlah, көреміз. 6L-дің скоростын тексереміз. Жақсырақ 6L-дің скоросты. Даже мына жақта қараңыз, загрузкада 10 мегабайтқа дейін кетті. 6L. Біз неде 6L ұстау керек сияқты. Так. Енді мынаны қосам. Бисмилlah. Қостым. Сигнал 1, сигнал 2, сигнал 3 бәрі жанды. Дисплейдағы дүниелер жанды. Енді жаңа келіншегінің 6L-мен тағы тексереміз. Бисмилlah. Уже 1 мегабайт, 2 мегабайтқа дейін шықты жаңа. Бүкісте 1 мегабайт бар. Жаңа загрузкасы бүкісінің 9 мегабайтқа дейін барған. Теледе 6L деп тұр, астында Билайн кезетте тұр. Фишка Билайн. Мінеки. Бұл шыққан жарнама емес, сотовый связьға жарнама емес, просто менің өзімнің тест жасап көргім келді. Сол нәрсені көріп адамын. Тағы да повторно бір көрейік. Мен басып тастадым мұны. X бастым. Сіздердің көздеріңізше тағы тест кеттік. Бисмилlah. Мінеки.
де вообще ұшты. Екіншісінде. Значит, определенно мына нәрсе жұмыс істейді. Бір атқаратын жұмысы бар. Бірақ неге екенін білмеймін, Билайнда бұл нәрсе көмектеспей тұр. Алтелда бұл жұмыс істеп жатыр. Яғни, аңғараңыз. Алтелда бұл жұмыс істеп тұр. В общем, достар, қостық. Енді білмеймін, қаншалық сіздерге полезно болмады. Маған негізгі мақсат тест қызық болған. Ол анау қосу, ілу, барлығы ол технический шаруа. Оны кез келгеніңіз істей аласыздар деген үміттемін. Факт, что бірдеңе жұмыс істейтін сияқты. Бірақ қаншалықты мен оны дұрыс настроить еттім, қаншалықты дұрыс қойдым. Мүмкін мен қойған станцияда Билайнның антеннасы болған жоқ, білмеймін. Бірақ факт, что менің әйелімдікі істеп тұр. Менің істеп тұрған жоқ. Әкемдікі жақсы істеп тұр. Қызым екеумізде Билайнда дұрыс істеп тұр. В общем, солай. Видео сіздерге пайдалы болса, лүпілдеріңізді басып, басына пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Алу, алмау ол сіздердің еріктеріңізде.